Не болуп? Нени? Артты үйрендин бе қазір? Hı? Төрт колеса біреу екі анна екі апотека а маған тағы біреу Стрімде болсын қазір. Ол сұраған жоқ, сұраған кезде берем. Сұраған жоқ, сұраған кезде берем. Сүйүп калсын деп ошо болду сенин ответиң. Привет, Венера. Сәлем. Че, батлить будешь? Я. Отправляй. Ана кыздар 4 киши отурабыз. 5 киши отурабыз, 4 киши отурабыз. Лайкты басабыз, э? Ну, молодцы. 6 киши болуп кетти. 6 киши, 6 жерде 3'ü 18 болот да. Мен де лайк баспайсың. Қазір. Хотя бы 16, 15 болуш керек. Лайк баспай тұру. Қанша қара не істеуге болмайды тиктокта. Кішкентай Чухуяновка кетип баратат. лайк басыңыздар. Маған өлшеңдер. Наушник алып. Так, уф, чоң рахмат. Зада басып кеттиктер. Маргоша, сен эмне баспай лайк, я? Левиана басып кеттиктер. Нурбекова кандай иштейт? Жакшы, жакшы өзүң. Ассаламу алейкум дейт Левиана. Алейкум салам. Как ты, котенок? Энергетик зыян дейт. Бул дүйнөдө баары зыян. Мен дагы зыянмын.
Гостяч потом дейт. Манту барбы дейт го. Гостчи ача албайм го дейм чыма азыр мен заказга келгем. Қазір жанар. Онда батыл болып кетті. Қазір. Жок, сиз пайдалуусуз дейт. Ок дейт. Как с нами Тағы чыма? үшінші адамды қалай қоясыз? Келе родной дейт. Ошондой Нурбека, бул коло ичсең деле зыян, аналогин ичсең деле башыңды айыктырып, жүрөгүңдү оорутат, толтурат да. Бир жагы пайда болсо, бир Үшінші жагы адам обязательно зыян болот. қосылады ма? Бітсін. Кандай? Үшінші адам қосылуға болмайды да? Болбойду. Бойду. 4 адам болуш керек, же 2 адам болуш керек. Кантип мен 2 кызга косуп чыгам. Аминанға сыңғысы, тоғыз лайк басқанда. Не, баарыңар эле приваттасыңар, эч кимге көрүнбөйсүңөр го. Бүгүн кечке уктадым го. Жанар шығып кетті. Жанар лайк көстін. Маргоша менен Мира лайк баспай экөөм өтпөй эле. Мира басыптыр. Маргоша лайк бас. Тек лайк басу керек. Видит то? Матч. Отдых после матча, видит? Ладно, Венера. Давай. Хорошо. Так, енді мен. Не? Екеуің болып. Епірге алғасаңыз. Есептедіңдер ғой. Көргенде ешкімге қаласың. Көп жейсіңдер слишком. Аминаға бер жатсаң. Аминаға берші. Қысып күттемеш амина. Жоқ, мынадан. Жайымнан да күтті. Бұл тез мен. Сен бер қанша. Амина. Қалай қосамыз енді? Жанар енді қалай қосам? Ау. Ешет қой. Жақында ойнап көрген. Қанша қалаңдар сіз? Қалың қалай? Батыл ойнап кеттің ба, не істедің? Көрейін деп тиктокта қызық көріп ғой, басып қалып. Дұрыс. Батаққанда келемін деді сан. Қаншақа ойнады деді. Ал қандай тема, қызықты темамен сөйлесеміз. Не айтып берейін деп па? Не айтып берейін деп па? Қандай қызықты темамен сөйлесеміз. Кіріп атыр ма жалпы сендер сенен неді? Мен тоже тиктокты дұрыс былай қаға бермеймін негізі. Подписчиктер кіріп атыр ма?
Наверное, кіретін шығар. Енді кірдің ғой жерға. Үлкен қызың да. Деп отқан. Жандарым сол. Сенің сөйтіп қалсаң ажықпаймын. Тиктокта баланы көрсетсе не істеп тастауы мүмкін. Сен қасында отырсың ғой. Сен қасында отырсың ғой. Мен қасында тұрмын ба? Кейде алдында бір блокқа тастап тастайды, бір рет көрсеттім. Жоқ, қасында отырсың. Түсінікті ғой. Сонымен қандай сұрақтар болып жатыр ютубтан? Ютуб темасында кездесетін қандай сұрақтар болып жатыр? Ютубтан Например, новичоктар келді, дым білмейтін, 0 вообще. И қыздарың мешайт етіп отыр саған. соғы ан жаққа телевизор қайдан ше кішкене шамалы. Қанша? Нөлден 0, то есть білімі жоқ бір кісі келді, ютубты жүргізгісі келеді да. Сондай адамдарға, например, қалай нету керек, оның барлығын айтып жатсың ба, қалай істеп жатсың өзі жалпы? Нөлден бастайтындардың барлығын бірден нөлден бастап. Нөлден бастап келген адамдардың барлығына жаңа түсіндіріп жатырмын да, кейбір түсінбеген сұрақтар маған тікелей шығып жатыр. Канал бар, басқасын ашайын ба дейді. Сосын қандай ниша таңдаймын дейді, ниша. Қазіргі уақытта негізі ютубта жақсы нишалар, олар мамандық қой жалпы, мұғалім, дәрігер. Американский ютуб ше. Американский ютуб. Американский ютубтың айырмашылығы тек қана несінде екен? Жаңағы түсінгенім. Тақырыбы, ютубтың аты, каналдың аты болды. Сосын жаңағы тегтары. Ағылшынша болу керек. Ол үшін ағылшынша. Сосын видеоның өзі сөйлеп жатқан барлығы ағылшынша болу керек. Мысалы, біз қазақша сөйлеп жатырық па? Қазақша сөйлеген контент қазақша болады. Егер просто музыка болса и не болса, онда сөйлемейтін болса, ол кезде жаңағындай тек тақырыптары мен нелер ғой, ішіндегі бәрі ағылшынша болу керек. Сөйлейтін болса, ішіндегі бәрі ағылшынша. Бұл жерде 1000 подписчик жинау керек. И 4000 сағат жинау керек, е? Дұрыс па? Енді новичоктар оны қалай жинайды, например? Оны сосын 1 жылда жинау керек. 1 жылда 1000 подписчик. 1 жылдың ішінде жинап тастау керек, е? 1 жылдың ішінде. Егер 1 жылдың ішінде 1 жылдан асып кетсе, онда не болады? Ол кезде жаңағы партнерға қосылмайды, монетизация қосылмайды. Қайттан жинау керек болады, е? Қайттан жинау керек болады. Айбай. Понятно. Тағы специально бір нелер бар ма, тез подписчик жинап нететін? Предложение или бір сөздер, қолданатын фишкалар деп айтамыз ғой? Приложение емес, фишкалар бар. Подписчик жинаудың фишкалары бар. Сосын тегтар бар. Жалпы подписчик жинауға деген әрекеттер ғой бәрі де. Күнделікті жасайтын. Күнде видеоңызға салатын. Мен жақта ойым ашымен қарай кетіп қалып отыр. Қандай сұрақтар болып жатыр нелерден келіп жатқан оқушылардан? Әзірге баннер қалай жасаймын, логотип қалай жасаймын деген сияқты. Оның барлығын жаңа приложение арқылы үйретіледі. Айтып отырамын, осындай приложениемен жасаңыз деп.
Қай сайт. қай нені беріп жатсың? Қай сайтты беріп жатсың? Фото. Баннерге фоторум. Сайт Pixels деген сайтты, одан видео аламыз. Сосын деген музыканы басқа жерден алуға болмайды ютубта. Музыканы арнайы ютубтың өзінің ішінен алу керек болады. Мгм. Қосымша ютубтан бөлек нені бердің бонусқа? ютубтан бөлек Аха. қосымша пиндоуды курсын беруге болады. Пиндоуды оған карго керек қой. Сол барлығы. Каргодан код алу керек олар, например. Жалпы курстың ішін білгісі келетін адамдар бар ғой, курсты жаңағыдай сайтпен жұмыс істегісі келетін адам бар ғой, приложенияларын. Иә, ол, в принципе, переводчикпен де нете береді ғой. Карго ғой қазір проблема. Мысалы, мен Пиндоудан товар алам ғой. Товардың өзі базар жоқ, арзан шығады да. И именно осы біздің Қазақстанға келген кезде логистика жеп қояды нені. За килограмм удай алады да и жеп қояды. Потом осы Алматыдағы оптовиктермен бірдей болып қалады бағасы. Сондай жағы бар да. Сол үшін дұрыс карго болу керек. Мысалы, за килограмм қанша алатынын біліп алып, соған қарап нету керек та, ол каргоны да. Неше түрлі карголар бар ғой қазір. Бір жақсы, енді Пиндоуда как Алиэкспресс сияқты не қосылады екен. Али емес. Доставка, то есть. Иә, доставка. Иә, өзіңнің қалаңа дейін болады да сонда. Сонда ол сайт приложениенің ішінен уже доставка жасай беретін болып тұр. Иә, уже адресті енгізіп қоятын жер шықты ғой қазір. Өзіңнің тұрған жеріңді адресіңді енгізіп қоясың. Значит, получается, Алиэкспрессте келеді, почтаға келеді мүмкін. Тура сол сияқты, тоже Пиндоуда да тура сол сияқты болайын деп тұр ғой, Құдай қаласа, иншаллах, келетін болады товарымыз енді. Логистик онда ол ештеңе іздемейді, тек барлығы сол доставкасымен барлығы шығып тұрады уже. Есептеп беретін болды. Иә, есептеп барлығын жіберіп береді, сосын осында өзің тұрған адресіңді жазасың, сол жақтан жіберіп береді. Енді қалай болады екен білмеймін. Солай дұрысырақ сияқты. Иә, адресті уже шыққанда ол кнопка, адресті қоятын кнопка. Значит, бір 6 айдың көлемінде иншаллах болады шығар. Оған да жетеміз ғой. Пиндоуда қазір мықты ғой. Алиэкспресстен мықты болып кетті ғой. Ол жерден и оптом алсаң болады, и просто в розницу алсаң болады. Еще менеджербен келсесің, бағаларын, упаковкасын келсе аласың, как 16.88 сияқты дұрыстап упаковать етіңіз деген сияқты. И плюс скидка сұрай аласың, и скидкаға қатыса аласың. Оптом алсаң, өзі үшін скидка жасап береді. Мысалы, 10 товарды алып атсаң, мысалы, бір товарың 1 теңге болса, ары қарай 10 товарды қоссаң, сол 0,99 теңге сияқты солай нетіп береді да. Скидка жасап береді. Солай істеп қойған жақсы қылып. И бір жақсы ютубта, вот именно ютубқа кіретін адамдар, ютубқа кез келген адам, согласись, бір ақпарат іздеу үшін кіреді ғой. Ол фигня, анау-мынау көру үшін кірмейді ғой. Күлкі барлығы тиктокта. Адам шаршайды, жұмыстан кейін шаршайды, үйдің проблемасы, бала шағадан кейін шаршайды. Шаршағаннан кейін тиктокқа кіреді, дұрыс па? Тиктокқа кіріп, всякий ерунданы қарап отырады. Анаған күледі, мынаған күледі, қарап отырады. А ютубта ондай емес қой. Ютубта именно адам ақпарат іздеуге кіреді ғой. Мысалы, тамақты қалай пісірем? Или менің күйеуім машинасы бұзылған кезде, машинасының қарайды, ютубтан қарайды, мына жерін былай нетуге болады екен, былай істеуге болады екен деп. Например, мен өзімде Валберс курсын ютубтан қарап үйреніп алдым да, шыны керек. Кез келген нәрсе бар ғой ютубта. Хоть психология, хоть
пиндоды окойт, бүкіл бар ғой. Даже ана помидорды қалай дұрыс егіп, дұрыстап оны қалай не дейшет, дұрыстап күтім жасап, дұрыс не беру үшін тоже ондай заттардың барлығы неде тұрда, ютубта. Получается, соның барлығы ниша ғой, соның бәрі. иә, получается, бұл жерде келген адам дұрыс ақпарат беруді ғана үйрену керек, да? Солай сияқты, Өзінің- пайдалы ақпарат. Иә, өзінің нишасы бойынша барынша пайдалы ақпарат. Басқа адамдарға пайдалы болам деген ниет тұр ғой. Айналып кеп ниет қой. Алланың разылығы үшін адамдарға пайдалы болам деген просто сол ғана жетеді. И ары қарай все уже әрекетін жасайды енді. И ниетіне жараса береді да. Соға дұрыс қой. Е? Пайдалы ақпарат салат. Қазір бір қызығы ана не дейтін еді? Шортс па? Ол да төлейді ғой. Менде қазір менде қазір сол жерге ютубқа не салсам, видео салсам, сол ұшады. Мынау нелге қарағанда. Өйткені неге адамдар көріп жатсың ба қазір тезге үйреніп қалғанда, а шортс бір-ақ минут қой. Тез қарайды да өтіп кетеді. Ана мыжып отырғанды ұнатпайды адамдар. Уже байқап жатсың ба? Тез, бәр нәрсе тез болса екен, тез результат көрсем екен деген андай да уже. И мына қазір курстардың өзі де сондай ғой. Тез. Четко ясно ақпаратты бер. Бітті, болды. 2 минут болсын, ол 3 минут болсын, кішкентай ғана болсын, но четко ясно болсын. Болды, тез. Все, алады да кет қалады. Тура сондай болып жатыр да. YouTube болсын, басқа жақ болсын. Тура осылай ақпарат беретін болса, кез келген жерде негізі табыс бар ғой. Вот қазіргі фишка осы ғой. Ең үлкен фишка. Шортсқа салат, просмотрды көбейтеді. Подписчик өзі-ақ келеді ана сағаннан кейін. И все. Жиналады, ары қарай договорға отырады. Қазақстанский валюта болса қазақстанский, доллар болса доллар өзі таңдайды. ютубтан жалпы. Барлық нишада, барлық білген нәрсесі болмаса. Қазір ең мықты TikTok болып жатыр, е? TikTok пен Instagram жарысып жатыр бір-бірімен. Дұрыс па? Бір-біріне үлкен конкурент. Иә, бір-біріне үлкен конкурент. Қазір именно TikTok и Instagramның ішіндегі именно Reels сол жерден клиент, мощный келеді. Дұрыс па? Уже мен неше рет эксперимент жасап көрдім. Shorts, Instagramдағы Reels и TikToktың несі бірдей. Мен уже не жасап қарадым да, үшеуі бірдей. То, что YouTube ақша төлейді. Өйткені қазір ол жерден реклама шығып жатыр да. Сол үшін ақша төлейтін қып қойыпты шортсты. Бұрын ақша төлемейтін еді ғой. Қазір ол жерден де реклама шығып жатыр. Көрдің ба? Соның үшін ақша төлейтіндей қып қойыпты да, жақсы қылып. И енді білмеймін, мысалы адамдар в основном негатив жақсы тарайды ғой. Мысалы бір жерден үй алыпты, күшті 5 бала ана, үй алыпты, жақсы жағдайын жақсы қылыпты десе, ешкім оны нетпейді да, кет қалады. 5 балалы отбасы қырылып қапты, балалары нетіп қапты, үйтіп қапты, бүйтіп қапты десінші, весь мир взлет болады ғой, взлет. Получается, адамдарды қазір көбісі негативке қарап кетіп баратыр да. И негативті сақтап жатыр. И бұл жерден негатив салыңдар демеймін енді әрине. Үйтіп айтқан жаман ғой, но басында придется. Себебі енді ол дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма, даже оны білмедім. Басында, маған кажется, негативпен жинап алып, просмотрыңды, подписчигіңді ары қарай нету керек сияқты. Бұл өте мен оны саған оны удалить етіп жасам, сағат бәрі кетіп қалады деп түсіндірдім да. Жоқ, сағаты кетіп қалады ғой. Ары қарай жаман нәрселердің бәрін жинап алып, ары қарай жақсы нәрсе салып отырса, например, да.
оны түсіндірсе жаман нәрсе жаман деп тұрып қанша адамға пайдалы болады ғой бұл жерде де, дұрыс па? Жаманды, хотя бір жаман адамды жақсы адамға айналдырсаң, үлкен сауап та бұл жерде. Сенде негативный аудитория отырғаннан кейін, оны жақсыға нетсең, ол да жақсы шығар деп ойлаймын да. Біріншіден өзің просмотр жинап аласың, өзің подписчик жинап аласың, и жаманды жақсыға қарап нетесің, бағыттайсың. Сөйтіп ойлаймын мен, білмеймін. И плюс тағы бір көргенім, жақсы үйрететін нелер бар ғой, мысалы психологтар болсын, басқа кім еді? Джон Кеханы салады көбісі, Джо Диспензаны салады көбісі, өзіміздің Балқия Балтабайды салады, Марзия Бекайдарды салады, тағы кімді көрдім, осындай қазір атағы шыққан адамдарды салады екен да, просмотрын жинап алады, сағатын жинап алады, сосын барып, уже ары қарай өзінікін қосады арасына, уже өзіні танытып бастайды адамдарға. Өйткені уже дайын аудитория тұр ғой, өзін танытып бастағаннан кейін, уже ақырында мынау астындағын удалить етеді да, ары қарай өзін дамытып кетеді ғой, былайша айтқанда. Ол да жақсы идея. Осылайда сол адамдарын таңдап, соны сала беріп, сосын бар. Потому что ол дайын аудиторияда, например, психологияны, Балқия Балтабайдың сабақтарын алдың, ол жерде уже сол психологияны естіп, үйреніп жүрген дайын аудитория отырады. Ол жерде арасында өзің шығып қоясың, сөйтіп сені танып қалады, сені түсінеді, уже біледі осы сферада жүргеніңді, көзіне қайта, например, ана маркетингтағы сондай ғой, қайта көзіне көріне берсең, уже біледі сол салада жүргенің. Например, адамдар коланы да ішеді, білеміз, что кола жаман, зиян организмға, но по-любому ішеміз. Неге? Потому что ол жерде мықты маркетинговый ход тұр да. То есть адамға көрсете береді, мұн жақтан кеп көрсетеді, ол көз көре бергеннен кейін, все, установка отырды да на жерге плотно. И все, адам уже магазинге барып коланы іше береді. Ол зиян пиянына қарамайды да. Маркетинговый ход қой, осылайда, например, жинауға болады. Дұрыс па? Нені? То есть просмотрмен өзінің нелерін, аудиториясын. Бір нишан, сол именно соған бағытты бір не алу керек та, бір бағытты. Психология ма, психология. Тағы көргенім, медитация ұшады екен. Медитация прям күшті не екен. Аудитория жинайды екен, медитация. Медитацияда ол жерде не көп болады. Конкуренция көп, можно салып көруге медитация. Конкуренция, енді любой нәрседе конкуренция болады ғой. Бірақ енді медитация біздің дінге тура келмейді да, көбісі. Медитация жасауға болмайды. Оны да дұрыс емесі бар. Сондықтан байқау керек. Ол сфера опасна кішкене. Өйткені адам трансқа кіреді ғой ол жерде. Трансқа кіргеннен кейін, білмеймін, айту керек па, айту керек емес па. Ол да дұрыс емес бір жағынан. Осана не де дұрыс емес пе жаңағы? Мектеп ағай істеп жүргенше. Гипноз? Гипноз. Гипноз вообще дұрыс емес нәрсе. Үлкен жауап не ғой? Үлкен, ойбай күнә. Вообще дұрыс емес ғой гипноз тоже. Мұсылманға дұрыс емес, мұсылман адамдарға дұрыс емес гипноз. Кімді көрдің ба? Ахметбек Нұрсилағаны көрдің ба? Соны айтып тұрсың ба? О, біздің ұстазымыз. Бірінші, помнишь, бизнес бастауға келген едік қой екеумізде. Сол кісіге. Жүрген шығар енді. Да.
Сен қазір ешкіммен араласпайсың ба? Бизнес бастауыма жоқ. Ешкіммен сөйлеспей қойдың ба? Тек мен ғана қалдым ба? Бар ғой, бірақ чаттан онша көп нәрсе жүрген жоқпын. Мен Чат архивте жатыр. Чаттардан шығып кеттім. Архивте жатыр. Не мое путь дедім ғой. Адам кішкене нете бергеннен кейін түсінеді екен. Қайсысы сенікі, қайсысы сенікі емес. Кішкене нетесің ба? Ажыратып Сенде былай ютубтан жиналып жатыр ма нелерің? Долларлар. Ал 100-ге барды ма? 100-ге барды ма, $100? Мен 500 доллар ма, сондай деп қойғам. 500 доллар. Иә. Өзің таңдайсың ана жерде 100 доллар, 200, 300, 400, 500 деп қойғам. Сол 500-ге, соған жиналғанша алмайын деп тұрсың ба сонда? Тиктокта да ақша төлейді ғой. Только ақша төлегенде просмотр, осылай эфирға шығасың ғой. Саған монета жібереді ғой. Сол монетаны ауыстырып аласың ақшаға. Өткенде прямой эфир жүргізіп жүрдік біз, көмектесіп та, подписчик жинауға. Сол кезде көргенім, қаншама адам не беріп жатыр ғой, сыйлық беріп жатыр. Мынаған тіркел, анаған тіркел, мынаған тіркел деп айтады. Отырады солай, целый день отырады. И 110 мың алып шықты ғой бір эфирден. Дұрыс та ол да. Бір күнде 110 мың алып шықты. Получается, бұл жерде де нормальный не тұрды. Бірақ аузың көйіп кетеді анан. Мынаған тіркел, анаған тіркел, мынаған тіркел деп айта беріп шаршайсың. Енді бұл жерде деген постоянный емес қой, уақытша ғой, тек кірген уақытта ғой. Айырмашылығы содағы. Кірген уақытта осаған берсе, ол монетаны нені олай. Сондай кезде ғой. Енді монетаны адамдар береді ғой, дұрыс қой. Бірақ бір несі, эфирға кірмей қойсаң, актив түсіп кетеді екен. Бір жаманы. Тиктоктың сондай жаман екен. Бір эфирға кірдің ба, қайта үзбей кіре беруің керек екен. Сонда актив көтеріледі екен. Бір кіріп, бір шығып, бір ойнап, ары-бері жүрсең, жоқ, болмайды екен, ол дұрыс емес екен. Актив түсіп кетеді екен. Бір түсінгенім тиктокты сондай несі бар екен. Инстаграмда солай сияқты ғой. Неге жүру керек? Инстаграм ол негізі бай қалды ғой. 2021-де хит болды ғой Инстаграм. Қазір кішкене нетіп жатыр. Кішкене ақсап жатқан сияқты. Білмедім енді кім қалай. Но бірақ ол жерде бизнес жасауға вот именно Инстаграм идеально келеді ғой. Бизнес жасауға. Например, өзіңе керекті заттың барлығын Инстаграмға реттеп, барлығын істеп қоясың. Келген клиент сол жердегі нелерге қарап, Инстаграмның сенің аккаунтыңа қарап, өзіне керекті затын алып, сол қараған адам, оның адамы ма, адам емес па, одан білім алуға бола ма, болмай ма қарап, түсініп, ары қарай кете береді ғой. Қалатын адам қалады, қалмайтын адам кете береді деген сияқты да. Сонысы жақсы Инстаграмның. Сол 2021-де күшті болды ғой. SMM-ді қашан оқыттым? 2021-де оқыттым ғой, 2021 меді. Бизнес бастауды қашан бітірдік біз? 2 жыл, 3 жыл болды ма? 3 жыл болып қалды да? 20 ма, даже 20 емес пе? Не помню сол. Соны бітіргеннен кейін, жоқ, оны бітірмей тұрып SMM-ді оқытып жүрдім ғой мен. Сол кезде Инстаграмның дәуір еді ғой, күшті еді Инстаграм. Қазір қайда?
Сен инстаграммен прямоймен жүрдің ғой, кіріп жүрген жоқ па едің? Иә. Прямойға кіріп, нетіп, сол күшті кездер еді. А қазір жоқ. Одан кейін ютубта енді ол сақталады да күшті. А тиктокта қазір сөйлеп жатыр, осынша сөз босқа кетіп жатыр да. Тиктокта сақталмайды. Сақталмайды екен да. Сақталмайды екен. Тиктокта деген бәрі бер жағын не ғой, уақытша нәрсесі. Бәр жағы. Иә. Тиктокта деген. Иә. Да, кімші Жанболат мырзашы, сол деген OLX-пен айналысып кеткен ғой. Білесің бе? Диван сататын еді ғой ол кісі. OLX-пен жақсы істеп кеткен, оборот жасап кеткен. Неде Жандос Жолтай мырза бар ғой, сонымен бірге жұмыс істеп жүр. Инстаграмнан көрдім. Істеген жақсы ғой. Әр қазағым жалғызым, қазағым байыса жақсы ғой. Байи берсін. Иә, күшті. Жақсы табыста Кім? Ақсұлу еді? Иә. Ақсұлумен сөйлесіп тұрам иногда. Басқа ешкім қалмаған. Лейла ханыммен сөйлесем. Ситивойға кетті ғой ол кісі. Лейла ма? Үлкен жауап. Ситивой маркетинг. Сетевой маркетинг деген енді тоже білмеймін, ол халал ма, не ма, түсінбедім сетевой. Пирамида ғой. Гербалайф тағы. Дінге қатысы жоқ па? Қарсы ма сонда? Жоқ. Харам. Жоқ. Қой. Жоқ. Кейбір нелер пирамидалар, сетевой бөлек, пирамида бөлек қой. Пирамида дінге қарсы ғой, негізі қайшы. Үстіндегісі алады да, астындалар алмайды. Ондай болса депозитіңдегі бүкіл жинап жатқан ақшаң бәрі харам ғой. Алина, ашып жіберші бар есікті, Алихан келді. Пирамида ма, именно сол харам сияқты. Қазір бір минут. Да. Вот картошка. Да. Автомойкаға кеттім. Жұмысқа? Біздің ол да андай болып кеткен уже бизнесмен. Қандай? 8 жас қой. Автомойкаға барып, не сатайын деп тұр. Кожаный тряпка. Өзіне ақшасы, кроссовкасын алады, дәптерлерін алады, ручкаларын алады. Бастап үйренеді. Кішкентайынан бастап үйренеді. Иә, айлық төлейміз бұған, бала қараған үшін. Кәсіпкер дейсің, кішкентай кәсіпкер ғой. Кішкентай кәсіпкер ғой. Давай, удачи. Иә, қайда біз кішкентай кезімізде мұрнымыз ағып жүретін еді ғой. Бизнесі былай тұрсын. Дрон сатып алған ютубқа видеолар түсірем деп. Жаттаған қайтып сөйлесем. Ютуб деген бір жақсы. Сен ұйықтап жатсаң да, қайда жүресің барлық. Қайда жүрсең де жаңа просмотрларын жинап, ақша түсіп отырады ғой, мысалы. Иә. Айнап келіп 21 күні түседі, мысалы, каждый айдың. Соған дейін жинала береді, мысалы. Сен ұйықтап жатсың не там. Ақшасында қайда жүрсің барлығы. Бір уже ютуб дамытып алсаң, уже түсе береді бір жақсы. Иә, со ғой, бір ютубтың бетіне қарап отырмай, бірнеше ютуб ашып тастаған дұрыс та, иә? Ол да дұрыс. Бірге дамытқан жақсы, егер қол болса, адам болса, мысалы, уақыт болса.
Катты убакыт көп алмайды го, ар кетсе 2 саат мисалы мени видео түсүрүү монтажы менен бирге. Иә. 3 саат. Кез келген жерде жұмыс істей бере аласың, түнде де, күндүз де, өзүңө ыңгайлуу жерде. Ешкімге бармай. Менде бір кісі болды, оқытқан. Короче, өзі денсаулықтан неткен да, сыналған, то есть, қандай еді? Волчанка. Шіріп кете беретін ауру бар ғой, дене бір жер шірсе, ары қарай шіріп кете беретін. Сондай жаман астафираллах ауру бар ғой. Сондаймен ауырып, сөйтіп, үйтіп жүргенде, бармаған елі қалмады ғой, короче. Бүкіл жерді көрді да. И сол кісі, короче, в итоге өзінің миымен сол ауруды жеңдіші. Бір 3 жыл деді ма? 3 жылдың ішінде. Қазір сол кісіге предложение тастаған болатым. Сізде, короче, өте үлкен адамдарға пайдалы болатындай не тұр қолыңызда. Фишка деп айтсам бола ма, или мотивация, мүмкін мотивация деп айтсам бола ма. Сондай тұр деп. Вот именно не только осындай аурулар, басқа аурулары да бар адамдарды барлығы мида тұрғанын. Негізі біз ми деп ойлаймыз ғой, барлығы мида тұр деп нетеміз да. На самом деле, ми ол как перде ретінде. Мидың артында Алла тұр да, түсінесің ба? И получается, осыны алып, сіз адамдарға пайдалы бола аласыз. Тиктокты бастаңыз, эфирға шығыңыз деп нетіп, тикток, Инстаграм дұрыстап, әдемілеп, әрлеп бердік, упаковкасын бәрін, визуалын барлығын жасап. Енді ютубқа басыңыз, ютубты көріңіз деп. Айтады, өте күнде 100 адамнан жазылып жатыр, өте күшті нетіп жатыр дейді, дамып жатыр дейді. Бағана сөйлестім да. Прямо вообще күшті, рахмет, күнде дейді 100 адамнан жазылып жатыр маған дейді да. Эфирға шығып жатырым, нетіп жатырым деп. Енді сол кісі айтады, енді ютубты бастайық деп. Әрине деп жатырмын да. Пожалуйста, қазір онлайнның заманы. Сіз лишь бы адамдарға пайдалы болам десеңіз болды. Тек қана сол тұрсын да жеріңізде. И все, вперед. Алла Тағаланың өзі реттеп, барлығын керекті адамдарды алдыңызға қойып, барлығын дұрыстап береді деп жатырмын да. Солай болып жатыр ғой. Білгенмен бөлісу ғой, ютубқа кіріп білгенмен бөлісу. Иә, бөлісіп жатыр білгенімен. Иә, берілмеңдер, барлығы ашын. Кез келген сынақтың артында үлкен бір подарка тұр. Мысалы, алдыңа бір қорапқа подарка алып кеп қойса, интересно ғой оның іші не екен. Пока оны ашасын, әрекеттенесін, етесін, в итоге ішінен бір күшті зат шығатындай. Тура сондай сияқты да, сынақ тоже. Өтесін, и в итоге күшті затты аласың. Сол сияқты ғой. Сөйтіп, ол кісі қазір енді ютубқа кірсейін деп жатыр. Айтқан, осы скоро оплатасын төлейм, и маған үйретесін деп. Все, Венера в помощь. Айттым, сені нетеді деп. Сұрақтарыңа жауап береді деп. Бай, Инстаграм, тиктоктарда бар да? Даусын естілмей қалды ма? Қазір 1 минут. Қашаш болды ма? Еще что-то хочу продать, дейді. Балаң кетті ма? Тағы не сатам дейді. Сен пока соны сатып ал, потом көреміз.
Ол күшті, ақшасы дейді ол. Балаға қарағанына зат тұройды, төлеп отырам да, еще мектепте 10 бала алса, 500 теңге беріп отырам за то, что 10 бала алып келген үшін. Сөйтіп зарплата беріп отырамыз оған. Нешеде дедің? 8-де. Жасы? 8-де. Мен қызымның қызы. Шамалы. Ақшаны сөйтіп ұстап үйренсін. Бізде солай, или қоғам олай болмады ма, біз өйтіп үйреткен жоқ қой, допустим, например. Или қоғам олай болмады ма, білмеймін ғой. Қандай кәсіп деген түсінбейтін кез болған. Иә, сол. Қандай сұрақтар сұрап жатыр келген нелер? Кісілер. Келген оқушылар. Жалпы ниша таңдау ғой, көбісі қандай таңдайын деп ойланатындар. Негізі қарапайым тамақ істесе де сала беруге болады. Айтып отырсың ба, не істеу керек екенін барлығын? Ау. Звонок. Эфирді аяқтаймыз ба онда? Саламатсыз ба, Жансая ханым? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады? Шүкір, жақсымыз, альхамдулилля. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. YouTube жайлы болсын, Instagram, TikTok, например. Жалпы онлайн табыс бойынша. Бака кім Венера қосылғанша эфирға. Бізде негізі YouTube курсы 25 мың. Біз пайдалы болайық адамдарға барынша деп, қазір 5 мыңнан қып қойдық. Давай, удачи, Алихан. 5 мыңнан қып қойдық, пайдалы болсын деп. Потому что мен өзім білем, 2020 жылы карантин кезеді ғой, естеріңізде болса. Карантин кезінде барлығымыз үйде отырып қалдық қой. Сол кезде жасырмайым, вообще нетпеймін. Күйеуім Магнумда жұмыс жасайтын. И айлығы 120 мың болды. Дымға жетпейтін еді ғой. Мен вообще ақшасыз отыратын едім. Ол кезде самооценкамда мен 0 болатын ғой. Баланың ішіне сол памперс, сөйлейтін сөзім тамақ, адамдарды көрмеймін, танымайым, түсінбеймін. Мышление деген кәдімгі қарапайым, қалай түсіндірсем екен. Сондай жағдай болды ғой 2020-да. Күйеуім мысалы басқалармен жұмыс істеп келеді, басқа әлемді көреді, адамдарды көреді, адамдармен сөйлеседі. Ал мен болсам, ол келген кезде қандай темада сөйлесуді білмеймін да. Бүгін мынандай тамақ жасадым. Бала бүгін сип қойды. Бала бүгін мына жерге какт етіп қойды. Одан артық білмеймін, потому что білімім жетпейді оған. Одан артығына білімім жетпейді. Получается, сіз күйеуіңіз үшін скучно боласыз. Шыны керек қой, қыздар. Шыны керек, күйеуіңізге скучно боласыз. Уже ол сізбен сөйлескісі келмейді. Уже ол телефонда отырады. Любой адам келседі. Келсіңіздер. Сенің ақшаң болмағаннан кейін сен бір теңге керек емессің ешкімге. Даже өзіңді өзің кінәлап, самооценкаң түсіп, настроениең бычыт болып, раздражительный болып, агрессивный болып. Мен өзімді айтып жатырмын. Мен осындай болдым, мойындаймын. И балаларыңнан әлеміңді аласың. Басқа кімнен әлеміңді аласың? Ұрасың балдарды, боқтайсың, жылқайсың. Дұрыс па? Солай болады. Менде солай болды. Сол үшін адам алдымен өзгеруді өзінен бастау керек.
Енді білім алам, рухани деңгейге өту үшін адамда ең алдымен қазіргі миымыз сондай ғой, тез результат көрсем екен, тез нетіп қалсам екен, ұстап қалсам екен деген сияқты адамның миы сондай да. Сол үшін алдымен денеден бастаңыздар. Мысалы, зарядка жасау или спортпен айналысу. Кішкене адам қимылдағаннан кейін организмге қан жүгіреді. Қан жүгіргеннен кейін адам кішкене результатты көреді. Результат көргеннен кейін оған мотивация болады. Уже түсінеді, оказывается, адам өзгеру үшін өзінен бастау керек екен. Потом ақырында білім алады. Қай сферада болсын, хоть любой сфера, өзіңізді өзгертіп білім алып, соны адамдарға пайдалы болам деңші. Мен мұрнымды кесіп берем, табыс таппасаңыз. Отвечаю, хоть любой сфера. Мысалы, Аллах Тағаланың алдына бардыңыз да, Раббым маған ақша берші дедіңіз. Ол айтады, любой мына 10 сферадан кез келген любой сфераны таңда, мен саған бәрінде ақшаны берем десе, сіз таңдайсыз ба? Так, маған психология керек, маған YouTube керек, маған OLX керек, жоқ, маған товарка керек, маған киім сату керек, маған сөмке сату керек деп ойланасыз ба? Ойланбайсыз ғой. Шыны керек. Пофиг, біреуін аласыз да басасыз ғой. Тура сол сияқты ғой бұл жерде де. Бұл жерде то, что біз енді ата-ананы кінәлауға болмайды. Оның миссиясы бізді дүниеге алып келу болды. То есть ол біздікі емес, егер біздің ата-анамыз десек, оны иеленеміз, иеленгеннен кейін шарт қоямыз. Шарт қойғаннан кейін уже оған ренжу басталады, негатив басталады. Мені дұрыс бақпады, маған дұрыс білім бермеді деген сияқты ауызы билах бізді нетіп тұрады миымызды, ой салады миымызға, неше түрлі. Получается, біз ата-анамызды иеленбейміз. Оның миссиясы бізді дүниеге алып келу. То есть Аллахым сол адамды таңдады сізді бұл дүниеге жіберу үшін. Сіз оны таңдамайсыз. Негізі біздерге қолынан келгенше сол кісілер үйрету керек еді. Бұлай жасау керек, бұлай істеу керек, нету керек. Еврейлер істейді ғой бала шағасын. Вот именно баласы неге қызығады, соны үйде отырып зерттейді еврейлер. Балаға не қызық? Мысалы, біреу сурет салуға қызығады. Біреулер өлең айтуға қызығады. Еврейлер тура осындай. Баланы, мысалы, біздің мектепте сабақ береді, үйге тапсырма сабақ береді. Үйге тапсырма сабақ бергеннен кейін оны тексерген кезде не істейді? Ошибканы қызылмен үлкен қылып белгілеп береді. Мынау дұрыс емес, саған 3 деп. Вот тупизм, наоборот, еврейлерде наоборот істейді екен. 100 ошибкадан екеуіні дұрыс, молодец, сенде екеуі дұрыс деп екеуін көрсетіп береді. Оценка қоймайды. Бізде қалай? Бізде наоборот, 100 дұрыстан 3 дұрыс емес деп 3-ін белгілеп 3 қойып береді. Бұл жерде әрине балаға ешқандай мотивация болып атқан жоқ. Наоборот, бала қатені көріп үйреніп атыр. Қатені көріп өсіп атыр. Сондықтан каждыйларыңызға өтініш, балаларыңызға мектепке кететін кезде күнде маңдайынан сүйіп, оценка не важно деп үйретіңіздерші, Алланың разылығы үшін. Балам, оценка не важно, сен қандай баға алсаң да мен сені қатты жақсы көрем, мен сені қатты құрметтеймін деп балаға күнде солай шығарып салыңызшы, удачи деп. Ол көресіз, балаңыз бір жерден өскенде бір жерден тесіп шығатын болады. И балаларыңыздың каждый трудтарын, то есть, мысалы, еңбегін, хоть игрушка жинай ма, бағалап үйреніңіздерші. Баяғыда мен де сондай болдым ғой, мысалы, баланы өзімдікі деп иеленіп алып, оған шарт қоям. Эй, игрушка жина, тамақты же, приказ берем. Ол вообще дұрыс емес нәрсе екен. Өте сондай дұрыс емес нәрсе екен. Просто біз өзімізді дамытпағаннан подсознательно, бұл ойда болып атқан нәрсе емес, подсознательно адам балаға ашуланады да, мен сенің кесіріңнен өзімді дамыта алмадым. Или күйеуіне жынданады подсознательно. Мен сенің кесіріңнен үйде отырып қалдым, осы тамақ жасаймын, бала қараймын, үй жинаймын, осыдан шыға алмаймын деген сияқты да.
Сондықтан өсетін кезде өзгергіңіз келсе, өскіңіз келсе өзіңізден бастаңыз. Айналамыз, біздің айнамыз. Қай жаққа барсаң, о жаққа бар, бәрі осыны қақсайды, дұрыс па? Айналамыз. Сізге күн бермей жатыр ма біреу? Енеңіз болсын, басқа болсын, ол кім, өзіңізден сұраңыз. Ол кім? Ол сіздің провокаторыңыз. Провокатор деген сізді дұрыстау үшін келген адам. То есть Алланың мейірімдігімен сізге дұрыс путті көрсеткісі келіп тұр. Егер күйеуіңіз, мысалы, маған бір әйел келді консультацияға, күйеуім маған ұрысып қалсақ, маған ренжиді дейді. Ренжиді да, жастығын алып басқа бөлмеге барып жатып алады дейді. Енді сұрақ бұл жерде, не үшін ренжіп жатыр? Ойлаңызшы, күйеу ренжісе, ренжу негізі кімнің қылығы? Қандай денсау еркектің қылығы? Ренжу. Баланың қылығы. Дұрыс. Тағы не үшін ренжіп жатыр? Тағы ойлану керек. Бұл жерде сізге, бетіңізге, сізді ренжітпеу үшін бетіңізге тікелей айта алмай тұр ғой. Сен сволочсың, оңбаған, нандайсың деп айта алмай тұр. Сізді ренжітіп алам ба деп қорқып тұр ғой. Шыны керек. Қорқып атқан жоқ, просто ойланып жатыр да, ренжітіп алам ба деп. Сөйтіп, сізді ренжітпеу үшін ол өзі ренжіп кетіп қалған жаққа. Ішіндегісін сөзін сөйлемей. Получается, сіздің ішіңізде еркек бір-бірімен тек қана қашан осындай кезде еркекше сөйлеседі ғой. Получается, сіздің ішіңізде еркектік қасиет тұр. Ондай менде де болды. Например, мен күйеумен гыж деп ұрса беретін кездер болды. Сол кездерде. Сен неге таппайсың, сен неге асырай алмайсың, 1045 претензия, вообще неге дұрыс нетпейсің, үйде продукттар жоқ деген сияқты да. Менде 1045 претензия болды. Неге әйел мен еркек ұрсады? Себебі әйел кісі ішіне еркектік мінез көбейіп кеткен кезде, ішінде. Получается, бұл жерде өзіңізге сұрақ қойыңыз керек. Неге менде ондай ситуация болып тұр? Ол еркек сізге, сен енді қайсы денсау еркек әйелмен мыжыңдап отырады? Сөз қайтарып, сөз таласып. Әйелге айналып атқан еркек, дұрыс па? Получается, ол саған айна болып тұр. Сен еркек болып атсың, мен әйел болып атырмын. Давайте дұрыс жолдан жүрейік деген сияқты сізге сигнал беріп атыр. Аллах тағалам сізге смс-ка жіберіп тұр. Айналайын. Сен әйелсің, еркек емессің, дұрыс жолыңдан жүр деген сияқты. Сол үшін сіз күйеуіңізбен күнде 40 пышақ болып ұрсып атсыз. Өйткені сіздің ішіңізде еркектік дамып атыр, әйелдік емес. Міне осыларды, в итоге зерттеп келген кезде осындай проблемалар бар екенін түсінесіз да, и өзіңіз көзіңізбен көресіз өзіңіздің кім екеніңізді. Потом уже өзіңізбен жұмыс жасағаннан кейін ақырында барлығы орнына түседі. Сондықтан ғой өздеріңмен жұмыс жасаңдар деген осыдан. Просто ашып айтып отыруға көп уақыт керек та, осылай мыжып түсіндіру үшін көп уақыт керек. Сондықтан просто четко ясно айта салады. Өзіңді өзгерт болды. Кез келген адамда нәпс бар. Кез келген нәпс деген эго ғой. Кез келген адамда бар да. Ол адамның темный сторонасы болады, аппақ сторонасы болады мысалы. Смотря сен қандай адаммен, қай жағыңмен сөйлестің, сол жағыңмен ответка аласың. Дұрыс қой, солай ғой. Жансая ханым деген кім? Менің подписчигім ба, сенің ба? Білмеймін. Комментарий жазып жатыр. Сіз молдасыз дегенде түсінбедім. Сіз молдасыз деп жазып қойыпты. Кімге айтып жатыр? Саған айтып жатыр ғой, Жанар. Мен молда емеспін ғой, жаным, сол. Жоқ, мен молда емеспін ғой. Мен қарапайым әйелмін. Который миына дыдың етіп, соққы тигеннен кейін бас айналып, дұрыс жолдан жүрген қарапайым адаммын, практикпін.
Просто айел кісі болғаннан кейін өздеріңіздің ақшаңыз болсыншы дегенім ғой. Қазір баяғы заман емес. Мені күйеуім бағады деп отыратын заман емес. Дұрыс, күйеуіңіз бағады. Бірақ сізде білім болу керек қой, баланы дұрыс тәрбиелеу үшін, өзіңіздің көзіңіз ашылу үшін, например. Дұрыс білім болу керек қой, по-любому. Алина, есік дұрыстап жапшы бар. Коридорда бір нетіп жатыр, жылап жатыр. Алинұр оянып келеді. Декретте отырған аналар бәрі қазір деген кәсіп тастауға не болып кетті ғой. Үйде отырған келіншектер кәсіп бастауға не болып кетті ғой. Қазір оңай бастайды. Қазір бәрі оңай ғой. Онлайн келді, рахат болып қалды ғой. Баяғыда ондай емес еді ғой. Қазір үйде отырып қалаған жұмысыңды істей бересің онлайн. Айел кісіге өзіне керекті табысын тапса болды да. Бірақ бір жаманы айел кісіде нәпс сондай үлкен, ол тоймайды да. Нәпс деген тоймайды өзі. Ол байлыққа тоймайды. Қанша алса да тағы дей береді. Қанағат деген жоқ. Любой айелде ондай бар. Любой айел кісі тоймайды. Тағы байлық болсын, алған сайын алғысы келе береді. Любой адам сондай. Айел кісі байлыққа, еркек кісі айел адамға нәпсі сондай екен да. Енді, конечно, өзіңнің ақшаң болған жақсы ғой, өзің қалаған затыңды аласың. Мысалы, айел кісінің ақшасы өзі біледі, кімге жұмсады, не үшін жұмсады да. Мысалы, үйіңдегі бала шағаңа жұмсасаң, ол саған сауап болып жазылады, мысалы, дұрыс па? Жақсы ғой? Өзіңе қалаған затыңды аласың. Қалаған самооценкаң көтеріледі бір жағынан. Ол да бар. Ақшаң болғаннан кейін уже уверенно жүресің. Қалаған, например, біреу сен уже адамның аурасы оны көргеннен білінеді ғой. Адамда аура деген нәрсе болады, қорғап тұрған. Адам бір қарағаннан уже біздің душамыз сезіп қояды екен оны. Мысалы да, сен күйеуіңе звондадың, алло, қайдасың жаным дедің. Оның қасында адамдар бар ма, жоқ па, сен ол айтпай-ақ біліп қоясың, я? Қайдан білдің деп айтса, білмеймін, сездім. Сезесің ғой? Сездім. Қасында біреулер баса, басқаша сөйлейді, или қасында ешкім жоқ болса, тағы басқаша сөйлейді деген сияқты адам сезеді. Тура сол сияқты ғой, адамның аурасын басқа адам онымен сөйлескен кезде, оның қасында, даже сөйлеспей тұрып, оның қасында тұрған кезде біліп қояды, ол қандай адам екен. Сол сияқты ғой. Ақшаң болғаннан кейін уже өзіңе бұл жерде ақшаны тауып өліп кет деп атқан тема жоқ қой. Прям ақшаны қуып кет артынан деп атқан жоқ. Кейбіреулер ойлайды да солай. Неме ақша деп өлеміз ба? Просто көзді ашу керек та. Реально ғой. Кез келген затыңды ақшаға ала аласың. Мысалы, зекет бергін кесе де, қарапайым зекет бергін кесе де, оған ақша керек. Дұрыс па? Қазір Меккеге бару үшін де ақша керек. Егер на то пошло, жақсылықты айтатын болсақ та. Мысалы, садақа беру үшін де ақша керек. Басқа біреулерге көмектесу үшін де, мысалы, мен солай істеймін. Енеме ақша беріп отырам. Айтады ғой, ата ананың аяғының астында жәннат дейді. Мен өзім енеме звондаймын. Мама деп айтам, ене демеймін. Мама, қандай да бір нелеріңіз болса, мысалы, коммуналка төлеу керек, или киім алу керек, обувь алу керек, или бір қаражат керек болатын кезде маған айтыңыз, басқа ешкімге айтпаңыз. Мен өзім істеп берем сізге деп. Всегда мен енем айтып отырмын. Сол үшін менің қызым дейді, менің қызым, оны басқа абысындарым көре алмайды, жынданады. Соны айта бересіз, нетесіз. Конечно, ақшаң бар ма, барынша көмектес, наоборот. Керегін апер, барынша риза қылу керек та. Кез келген адамға мысалы сыйлық берсең, жаны кіріп қалады ғой, любой адам, дұрыс па? Алланың разылығы үшін бер да сыйлығыңды. Зато спокойно отыра бер алдында, рахаттанып, шәйіңді ішіп, жайылып, я? Баяғыда қайда біз деген
как будто ақша біздікі сияқты тығып өлетін едік қой. Мен өзім сондай едім. Ойбай, күйеуім туыстарына ақша беріп жатса жынданып, неге бересің? Өзімізге жетпей атқанда. Тупица болғам ғой, тупица. Наоборот, беру керек, наоборот, бер, айналайын, бер. Ақша ол сен Алланікі ғой. Сен берген сайын Алла беретінін білген кезде, сол кезде өйтіп айтпайтын едім деймін да. Қазір олай емес, енді сол кезде солай айтқан екем да. Берме, өзім балама жетпей жатыр, нетпе, жұмсатпа, құртпа деп сөйт. Ол ақшаны ұстаған сайын ол сасиды ғой, либо оны дұрыстап жұмсайсың, инвестицияға құясың, либо осылай болады. Сасиды тұрған ақша, оны қолдану керек. Ақша кірет, шығады, сөйтіп айналып жүреді. Мысалы, сен таксистке ақша бердің ба, оны сен ойлайсың, мен таксистке ақша беріп отырмын. Нет, нифига. Просто Аллах оның ризқыны сен арқылы беріп тұр. Дұрыс па? Сондай ғой. Магазинге барып, мысалы, продукт алған кезіңде де, оның ризқын сен арқылы беріп тұр. Мысалы, нан алсаң да, помидор алсаң да, не алсаң да. Соны адам түсінген кезде вообще ақшаға зацепка болмайды адамда. Сөйтіп ойлаймын. И получается, сол енеме тек қана ақшамен ғой. Мынаған бірдеме алыңыз, мынау сізге сыйлық. 7 майға да сыйлық жасап жібергенсің. Лишь бы сіздер бақытты болсаңыздар болды деп. Сол сияқты әйел кісінің өзінде қолында ақша тұрса, негізі әйел кісі жоқшылықта қиналып кетеді, тозып кетеді, жаман тозып кетеді. Жоқшылық әйел кісіге емес та. Еркек кісі керісінше байлықта олар нетіп кетеді, семіріп кетеді. Басар түсерін білмей қалады деп айтсам да болады да. Сондықтан әйел кісіні ақшасыз сынамасын, еркек адамды байлықпен сынамасын. Ол өте сондай қиын нәрсе. Қой, көп сөйлеп кеттім ба? Жалпы SMM-ді үйретемін дедің ғой да, Жанар? Бірге қосымша YouTube-пен бірге. SMM болғанда, SMM өзі общий... SMM-нің ішіне TikTok та кіреді, YouTube та кіреді, на самом деле, да, Instagram да кіреді, WhatsApp, OLX, бүкіл әлеуметтік жерлері кіреді ғой негізі. Бізде почему-то ойлайды SMM только Instagram деп, ондай емес қой. Жалпы Instagram'ды білесің ғой енді. Instagram'ды, YouTube алғандарға Instagram'ды бер дейсің ба? Соясы Instagram мен YouTube'ды бірге үйретеміз ба деген. Болады, е? Просто бонус ретінде бере салуға болады, егер керек десе да. Instagram'ды ше. Дейді ма? Жаным. Прямой қызық болып жүр ғой. Прямой қызық болып жүр ғой деймін, мен көп кірмейтін болған. Дейді ғой жаным. Солай. Деген Жансия ханым жазып отыр. Менің подписчигім ғой. Білмеймін. Мен даже білмеймін кім кіреді, кім шығып жатыр, қай жерден кіріп жатыр, қай жерден шығып жатыр. Несінде астында. Теперь с нами деп шығып жатыр ғой астында. Солар ғой. Сол жерде комментарий жазады ғой. Иә. Сол қыздар, ақшаларыңыз өздеріңізге керек. Өздеріңіз үшін барлығы. Кез келген сфераны алып, просто жасау керек. Просто әрекеттену керек. Өзіңіз үшін. Оны потом алғаннан кейін біліміңізге құясыз. Адам білім алған сайын кеңейе береді. Расширение болады. И уже басқаша қарайсыз да.
Әлемге басқа көзіңізбен қарайсыз. Сонысы бар. YouTube курсы қазір акциямен 5000 болып жатыр бізде. Негізі 25.000 курс. Барынша адамдарға пайдалы болайық деп 5000 қойып қойдық. 5000-нан болып жатыр қазір курс. Ертең эфирге кіресің ба? Жанар? Ертең или кешке қарай, потом кештеу кіресің ба? Ертең білмеймін. Көреміз. Қой, давай. Эфирді аяқтайық. Мен шаруам бар. Ұйқы келе бастады. А? Ұйқы келе бастады. Эфирде болады. Иә. Ұйқы келіп отыр. Жақсы. Тағы да эфирге Жанар айтып жүресің ба? WhatsApp-пен сөйлесеміз ғой. Иә. Давай, аха. Жақсы.